2025 жылы шыққан топ 10 дорама. Бұл менің пікірім емес, бұл менің оқырмандарымның пікірі. Осыдан біраз уақыт бұрын мен сториске жарияладым. Сіз үшін осы жылы шыққан үздік дорама қандай деп. Сондықтан да көптеген менің оқырмандарым өздерінің пікірін білдірді. Сол пікір бойынша осы бір топ 10 қабылданды. 10-шы орын бізде ол Қытайдың Первый мороз деп аталатын дорамасы. Өз басым көрген жоқпын, сондықтан да бұл дорама туралы ештеңе айта алмаймын. 9-шы орында Триггер деп аталатын дорама. Бұл бір көптеген видеолар рекке шыққан еді есімде. Дегенмен де бұл дораманың бастапқы бөлімдерін көргенде ары қарай көрмей кеттім. 8-ші орында Такси Делюкс 3-ші сезон. 2 сезоны өте қызық болды. 3-ші сезонын әлі көрген жоқпын. Барлық бөлімі толық бөлімдер шыққаннан кейін міндетті түрде көретін боламын. 7-ші орын Не стоило целоваться. Менің ойымша осы жылы шыққан романтика жанрындағы ең үздік дорама. Бітуіне аз ғана қалды, сондықтан да көріңіздер, расында да өте қызық. 6-шы орын бізде Хороший мальчик. 16 бөлімнен тұрады. Менің ойымша дораманы сәл ұзақ қылып жіберген. 16 серия емес, мүмкін 12-10 серия болғанда өте күшті болар еді. Бірақ дегенмен де өте жақсы дорама. 5-ші орын Цена признания деп аталатын дорама. Мұнда желтоқсанның басында ғана шықты. Бұл дораманың шыққаны өте көп болған жоқ. Дегенмен де расында да өте күшті дорама болды. Ким Го Ген енді өзінің рөлін өте күшті алып шықты. 4-ші орын Шеф-повар Тирана, немесе екінші атауы бар Приятного аппетита, Ваше Величество. Маған өте қатты ұнаған дорамалардың бірі, өзімнің оқырмандарымен әрине келісемін. Мұндағы актер бұрын басқа бір дорамада ойнаған еді, Netflix шығарған. Сол дорамада аса ұнамап еді, бірақ бұл жолы патшаны өте күшті алып шықты. Юна да әрине керемет. Бұрын Юнаның ойнаған рөлдері аса қатты ұнай бермейтін, бірақ мұнда поварды өте күшті алып шықты. 3-ші орын Дорогой X. Өте қызық болған, интригаға толы болған дорама болған еді. Мінекей, менің оқырмандарым бұл дораманы 3-ші орынға қойған екен. 2-ші орын Когда жизнь преподносит мандарины. Осы жылдың басында шыққан өте қызық болған дорамалардың бірегейі. Менің ойымша бұл қазақтарға өте жақсы келетін дорама, өйткені мұндағы бізге бірдей тақырыптар бар, ортақ тақырып. Сондықтан да ата-әжелеріңіз болса, мама-бабаларыңыз болса, осы дораманы көрсетсеңіздер болады. Өйткені онда ене мен келіннің темасы бар, ұл бала, қыз бала деп бөліну темасы бар. Одан кейін қазақта аталатсаң да боталатпа деген сөз бар. Соны дәл осы дорамадан көресің. Кішкентай баласынан айырылған ата-ананың қандай екенін көрсетеді. Сондықтан да міндетті түрде көріңіздер. Сонымен бірінші орын әрине город скульптур. Екінші атауы Слепленный город. Қазақша алданғандар. Джи Чанук пен До Кён Су енді өздерінің рөлдерін идеально алып шықты. Өте қызық болды. Маған да өте қатты ұнады. Сондықтан да әрине көруге кеңес беремін. Мінекей менің оқырмандарымның пікірімен, ойымен болған топ 10 осындай болды. Ал сіз үшін осы жылы шыққан ең үздік дорама қай дорама? Оны пікірге жаза кетіңіз.